Сәлем баршаға. Бүгінгі видео, негізгі видео, мен екі видеоны бірге қосам осы видеода. Бірінші видео бізде негізгі бөлек түсіру керек еді. Негізі бір видеоға екеуін қоса салайын. Бірінші видео біз деген қыздар машина қызыға ма? Машина айдайтын жігіттерге қызыға ма? Я, негізі ол да бар. Ол негізі машиналары бар жігіттерге айтарым, сендерге 50% негізі жеңілдіктерім бар. Өйткені машина қазіргі заманда қыздарға өте жақсы әсер етеді. Екіншіден, егер сендерде машиналарың болмаса, жаяу жүрсеңдер, онда сендер көбінесе психологияны осы менің арналған әдістерімді қолдана отырып қыздарды сындыруларыңа болады. Так, бірінші айтып кетейін толығырақ. Машина жоқ. Егер сендерде екеуі де болса, онда тіпті жақсы. Машина да бар, танысу әдісі де бар. Ол екеуін қосаңдар өте күшті болады. Машина, мысалы, машинасы бар неге плюс? Мысалы, машинаға қызы отырғанда кішкене 30-40% негіз гипнозға түсіп қалады. Өйткені машинасы бар адам, ол ауқатты жағдайы бар адам деген сөз. Мысалы, машинаның түріне қарайды. Негізі қыздар машинаға ғашық болады ғой, шын айтсам, жігітке емес. Егер жігіт деген машинаны айырылып қалса, машинадан, онда ол қыз деген ол жігіттен бас тарту мүмкін. Сондықтан ол негізі уақытша нәрсе. Бірақ бастапқыда машинамен танысқан негізі жақсы. Машинамен танысқан жақсы. Екіншіден, машинасы жоқ жігіттерге айтарым, бұл деген осы әдістерді қолдану керек. Мен қысқа әдістерді айтып кетейін. Ол үшін күніне 30-40 қызға жақындау керексіңдер. Машина жоқтарға айтамын. Машинасы барларға да айтайын. Енді машинасы барлардың өздері таксовать етіп қыздарды машинаға отырғызып алады да, содан номер алады. Енді ол жағынан енді машинасы барларға өздері негізі біледі, қалай танысу керектігін. Өйткені машинаға отырғаннан кейін қыздың номерін алу негізі оңай болып келеді. Ал далада, көшеде танысу, паркта танысу негізі ол кішкене қиындау соған. Өйткені адамдар көп, қыздар көбісі танысқысы келмейді, сондықтан біз әдістер қолданамыз. Ол қандай әдістер? Ол біз 30 рет жақындаймыз, 30 рет негізі тырысамыз, біз жоқ деп көп жинаймыз, жоқты көп жинаймыз. Мысалы, көбісі негізі жігіттер жақындаса результатты қатты бағалайды, ол дұрыс емес. Результат жай болады. Біз 30 рет жақындаймыз, көп минус жинау керекпіз. Мысалы, жақындаймыз, айтамыз, осы қыз маған жоқ деп айтса екен деп жақындаймыз. Өйткені біз результатты қуалаймаймыз. Результатты қуаласа ол дұрыс емес. Сондықтан біз танысамыз деп сәлем, привет дейміз, танысайық дейсің, жоқ десе басқа қызға барасыңдар. Сөйтіп бастапқыда қызбен сөйлеспес бұрын осындай қысқа жаттығулар жасау керексіңдер. Мысалы, көшеде қызды көрдіңдер, бірінші біз бір күн бойы 30-40 қызға жақындаймыз, немесе одан да көп жасасыңдар болады. Қасына келеміз, привет, сәлем, қалайсың, сен маған ұнадың, танысайық дейсіңдер, болды. Басқаша ештеңе демейсіңдер. Жоқ десе, жарайды, сау болыңыз деп кетіп қаласыңдар. Сөйтіп әдемі қыздарға 30-40 рет жақындаймыз. Алдыңғы видеода айтып кеткендей, мотивация қызға жақындау үшін 3 әдісті қолданамыз. Мен алдыңғы видеода бәрін айтып кеткенмін. Ол деген негізгі адамға әсер ететін мотивация. Алдыңғы видеода біз жастың өтуі, басқа жігітпен жүруі, және де ертең бар, бүгін жоқ деген негізгі 3 тәсілді ойлаймыз да қызға жақындаймыз. Сол бізге өте жақсы мотивация береді. Сөйтіп бір күн таза 40-50 қызға сөйтіп жақындаймыз. Арасында болады, танысам деп номерлерін беретін. Өздерінде негізі таңғаласына. Негізі қыздардың көбісі танысқысы келеді. Әсіресе қазір өйткені біздің мемлекетте қыздар көп, ұлдар аз, сондықтан бізде өте негізі көп. Бірақ та айтар кетерім,
знакомство арқылы танысып отырмаңдар, өйткені ол жақта дұрыс емес. Ол жақта өте қиын танысу, және кездессеңдер ойдағыдай болмайды қыз. Сондықтан знакомстводан интернет арқылы танысу деген, біреуден номер алып танысу деген, ол өте мен негізі қарсылық білдіремін. Ондай нелерге, танысу жағдайларына өте қарсылық білдіремін. Негізі ең жақсысы далада танысу. Далада, автобуста, серуендеу жерлерде танысу өте жақсы. Өйткені сендер біріншіден қызды көресіңдер, бәрі түрін көресіңдер, сені де көреді, танысу және жеңіл болып кетеді. Содан номерлерін тез аласыңдар, далада тез алуға мүмкіншілік болады. Так, бірінші әдіс бізде привет, қалайсың дейсіңдер, күтесіңдер кішкене. Ол жауап беруі мүмкін, жауап бермеуі мүмкін, күледі. Не болды деп сұрауы мүмкін. Сол сұрағын күтесіңдер, күтпесіңдер, айтасыңдар: сен маған ұнап қалдың, мен сені ана жақтан көріп қасыңа келдім, танысайық дейсіңдер. Сөйтіп айтасыңдар. Негізі осы әдісте жақсы әсер. Бұл жақта 50% жоқ. Мысалы, қызға ұнасыңдар 50%, ұнамасыңдар 50% емес. Негізгі техника, бұл негізгі өздеріңді ашу. Орыстарда негізі, орысша бұл негізі открывашка деп аталады. Өздеріңді, ұялшақтықтарыңды жоқ қылу. Сол негізгі техника. Екінші күні келесіңдер. Екінші күні біз енді сөйлесе бастаймыз. Бұл әдіс негізі бұрыннан бері таныс сияқты сөйлесеміз. Көшеде кетіп баратамыз, көріп қаламыз да: сәлем, қалайсың, бұл жақта не істеп жүрсің, сен алдында ғана біз екеуміз сөйлесіп едік қой, деп инстаграмда, деп ВК-да, деп кішкене былай күлдіріп айтасыңдар. сөзі қыз деген қандай деп өздері түсінбей қалады да. Атың кім еді деп. Сосын сөйтіп сөзімізді басқа неге бұрып біліп аламыз да. Сосын алдыңғы видеодағыдай біз деген қыз туралы сөйлей бастаймыз. Негізгі бұл жақта әдіс бұрыннан бері танысу туралы адамды білдірту керек. Мысалы, қалайсың, мен сені көрдім ғой, там біз алдында сөйлескенбіз ғой, сен мені ұмытып қалып танымай тұрсың ба деп. Сөйтіп бір 30-40 қызға жақындаймыз. Сол кезде біз сондай жаттығулар негізі. Үшінші жаттығу негізі қызға үшінші жаттығу енді біз таныс емес, енді біз танысамыз деп айтамыз. Үшінші жаттығу біз танысамыз деп айтамыз. Көшеде қызға жақындаймыз, әдемі қызға. Өте әдемі қыз немесе әдемі қызға жақындаймыз. Әдемі емес қызға жақындамаңдар. Өйткені әдемі емес қызға жақындасыңдар, онда сендердің ұялшақтарың кетпейді бір. Сендер енді сол рейтингте жүресіңдер, одан өспейсіңдер. Әдемі қызға, өте әдемі қызға жақындаймыз. Так, үшінші біз әдіс. Жақындаймыз да айтамыз: мен сені көріп қалдым, ана жақта сен кетіп бара жатыр едің, өте қызық көрінді деп сөйтіп сөйлеп ол туралы айтамыз, өздерің туралы айтасыңдар, ол туралы айтамыз. Негізі басқа теманың айтудың қажеті жоқ. Мысалы, өздерің туралы айтып жатасыңдар, бір уақытта: ой, мен негізі қазір жұмысқа бар, жұмыс туралы айтып кетесіңдер. Сосын басқа бір планета туралы айтып кеткендерің өте дұрыс емес негізі. Сондықтан сендер теманы сол ара қашықтықта сақтау керексіңдер. Мысалы, ол көбінесе екеулердің арасындағы байланыстар туралы айтсаңдар, сол негізгі маңызды сөздер сол. Және де сөз таусылып бара жатса, онда біз номерді аламыз да тез арада қайтамыз. Өйткені үлкен эмоция болған кезде біз номерді алып кету керекпіз. Өйткені әр адамда негізі сөз таусыла бастайды, тема біте бастайды. Сондықтан қызықтырамыз тез. Номерін аламыз, сосын айтамыз: мен асығып тұр едім, қазір жұмысқа бару керек деп. Номерлерін жинап кетеміз. Ары қарай келесі кездесуде басқаша жаттығулар жасаймыз. Сол негізгі үш техника. Машинасы барларға, машинасы жоқтарға тіркелеміз. Тағы талай видео болады, толығымен айтып беремін. Келесі видеода біз деген жеке далада танысу туралы айтамын.
не туралы айтады қыз, сендер не туралы айтасыңыз, сондай негізгі қысқа видеолар мен түсіремін. Тіркелеміз, жазыламыз, лайк басамыз.